Қанша жыл қызмет? 42 жыл ұстаздық еттім. Мерейлі отбасына қатыстық. Одан ауданнан озып қалаға келдік. Қалада да жаман болған жоқпыз. Міне апаң қалада көптеген тіректер істеп жатыр. Енді бұл кісі де барлық мәртебеге ие. Төле бабаның ұрпағы делініп, әділ шешім қабылдап, әділ баяғы уақыттағы тамада бар аспапта өнер көрсетуші еді. Енді жас өлгенде оның бәрі жаймен қалды ғой. Әйтпесе Төле бабаның ұрпағы әділ сөз айтады, әділ барлығына төрелік етеді деген белгіменен мынау төс белгісі Төле бабаның. Ал анаусы үлгілі әке деген байқаудың жеңімпазы. Мерде оның бәрін ақтарып жатуға не ғой? Мынаның ішінде бар үлгілі әке, мерейлі отбасы, өнерлі отбасы деген байқаудың бәріне қатысып жатырмыз. Қалада қаланың жоғына ат салысып, осы жердің көшесі де жоқ еді бізге келгенде. Құрметпен берілген жер болғасын балаларымыз салып, ең кішкентай кенже баламыз өзі армиядан келген егеменді Қазақстанмен жасты ол. Кенжеміз, ерке бала. Сол салып, мына үйге қайда тұрасыздар, еріктеріңізде. Мына қалаға келсек, қаламыз даладан қиын екен, я жолы жоқ, я свет кәдімгі әрқайсысы өзі өрбірене қойып бір нәрсе қылып отырған тірлік екен. Осыған да атсалысып, қазір жол атауын бергізіп, үй нөмірін бергізіп, соның бәріне қатыстым өз басым. Мынау жолдың түсуіне, судың келуіне, жарықтың орталыққа қосылып, барлығына қол жеткіздік. Бірақ өкімет, мемлекет те біздің еңбегімізді ескерусіз қалдырған жоқ, бағалап отырды. Осы 10 бала тауып дегенше бір гүл шоғын апармап еді, 80-де есті ене көргенді келін байқауына қатысып жуық арада осы 80-ге тайылғанда. Сол кезде гүл шоғын апарып, қуанып, бұндай неге қатыса береміз деп қуанды. Таныстыруымды айта кетейінші сендерге, қалай таныстырыппын. Мынау 30 Қазақстанның ең алғашқы батыр анасымын мен. Сонымен тұрмай мынау өнерлі отбасы деп Қазақстанның 30 жылдығында айтқан сөзім бар еді. Қазағымның салт дәстүрін дәріптеуден тынысым біткенше дәріптеймін деген сөзім бар еді. Соған ба биылғы жылы есті ене көргенді келін байқауына шақырып, жарайды сөзім бар еді, қатысам қатысайын деп келініміз, қызымыз, үшеуміз қатысып 3-ші орынға орын алдық деп қояқшы. Оның бағасын бәрін жақсы берді. Енді сондағы өзімді таныстыруымды айта кетейін, сендерде жұғысты болсын, сендерде осындай мерейлі отбасы, өнерлі отбасы, 100 есім иегері, қалаға келіп 100 есім иегері болып атандым. Еңбегім елеусіз қалған жоқ. Мен егеменді Қазақстанның алғашқы батыр анасымын. Қазақстанның 30 жылдығында өнерлі отбасында айтқан сөзім бар еді. Халқым үшін қазағымның салт дәстүрін, әдет ғұрпын насихаттаудан шаршамаймын деген. Сол естерінде шығар бүгінгі байқауға есті ене көргенді келін байқауының асыл мұра жетекшісі болып бардым. Сөйтіп таныстырғанымдағы айтқаным. Халқымның ұл қызына
10 баламнан өрбіген ұрпағым, 3 буын ұрпағыма дәстүрді дәріптедім, тәрбие білім бердім. Халқыма қызмет еттім. Мынау елім үшін еміренген 100 есім иегері мен болам, тұрғын апаң деп өзімді таныстырып, шапалақ ұрып бәрі құрметпенен қабылдады. Сол кезде бәрі гүл шоғына барып тұр, қыздарым, балаларым. Мынау қожайыным әкелгенде мен басқа сезімде болдым ғой. Ой, бұрмай, 80-імде бірақ бердің ғой гүлді деп. Сендерге сол қызық болып тұрса сол. Енді кешегі өз менің сыныптастарыменен 60 жылдықты өткеріп, жақсы отырыста отырып келдік. Ондай сендерге жұғысты болсын, сендер де жаңағы ізімізден келе жатсыңдар. Мынау сенің анаң Гүлмира Тағаева менің алғашқы қызым, қыздан, ұлдар ғой үлкені. Өзімнің жолымды қуып келеді. Бірақ дейтінім, еңбегі қашан еленетінін қайдам, халық үшін ол да шаршамай осы еңбек етіп келе жатыр, жолымызбен, ізімізбен келе жатыр. Мінекей 3-ші ұрпақ, сен де келе жатсың солай. Жолыңа сәттілік, үлгілі отбасыңды көріп отырмын. Керемет, қазақтың салт дәстүрін бұрында студент кезінде неге тұр? Тараз. Жоқ. Неге бардың ғой? Түркияға. Түркияға шетке бару керек болды ғой. Сол кезде бар салт дәстүрді сақтауым керек, осындай деген тәрбиелік сөзім сондай ұнаған ба, группа жетекшің бізге келе ме деген екен ғой. Сол әлі мынау мектебімнің өзі өтінді. Дидарға барғам. Сонда бізге кездесуге келіңізші деп. Тамақ суысы, тамақ сұрағым, сен енді Астанаға жүргелі отырсың. Доғай сәлем, жолдарыңа сәттілік, істеріңе оң, жетістіктерің көп болсын, уайымдарың жоқ болсын, жақсы күндеріңде жарылып тұрсын.